Сәлем достар, сіздер Шұғыламеш арнасындасыздар. Сондықтан да өздеріңізді үйдегідей сезініңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы өздеріңіз арқа фонға көріп тұрған шығарсыздар. Бүгінгі видео бізде қыздарға арналған сыйлықтар деп аталады. Бүгінгі видеода мен сіздерге қыздарға ең қатты ұнайтын 10 сыйлықтың тізімін айтатын боламын. Егер де бүгінгі видео сіздерді қызықтырса, видеомызды бастайық. Достар, мен үлкейіп кеттім. Достар, ең бірінші бізде ол тәттілер. Тәттіні қандай қыз жақсы көрмейді десеңізші? Тәттіні барлық қыз жақсы көреді. Егер де сіздер оны бутикке салып, не болмаса әдемі қорапқа салып берсеңіздер, олар өте қуанышты болатынына сенімдімін. Екінші достар, ол бізде аксессуарлар, бижутериялар, оған түрлі сырғалар жатады, моншақтар жатады, немесе сағат және де сумкалар жатады. Барлық қыз бала бұны жақсы көреді. Бір жаққа кететін болса, үнемі білезік, сырға солай әшекейленіп, сәнденіп баратыны сөзсіз. Достар, бізде үшінші зат, ол бізде әрине гүл. Барлық қыз бала бұл гүлді жақсы көреді. Сіздер гүлді горшокқа салып, немесе құмыраға салып, немесе букет қылып берсеңіздер де, ол сөзсіз қуанатынына сенімдімін. Кітап. Достар, қазіргі кезде кітапты оқитын қыздар аза. Бірақ та сіздер қыздарға арналған энциклопедия, түрлі оқу, түрлі косметикаларға арналған кітапты сыйласаңыздар, олар бұл сыйлықты міндетті түрде қолданады. Сол кітапты оқыған сайын қуанышты болып, бұны берген адамға өзінің іштей рахметіне қуанатынына сенімдімін. Келесі достар, бізде бесінші зат, ол бізде киімдер. Барлық қыз бала киімді жақсы көреді. Тіпті өзінің гардеробында киім толып жатса да, олар киім алғанды жек көрмейді. Сондықтан да киім сыйлауларыңызға кеңес беремін. Мәссаған, мына духидің иісі қандай керемет. Бұны мен класстасым сыйлаған болатын. Айтпақшы достар, сіздер қыз балаға духида сыйлаңыздар. Олар нәзір иісті қатты жақсы көреді. Олар өздерінің образдарымен бірге духиді да сеуіп алады. Себебі әр қыз бала өзінің киімінен, өзінен жақсы иіс шығатынын қалайды. Екінші достар, ол бізде косметика. Сіздер косметикаға пудра, помада, немесе теңді қосыңыздар. Сіздер егер де бұны әдемі қорапқа салып берсеңіздер, олар міндетті түрде бұл сыйлыққа қуанады. Сегізінші зат, ол бізде уходовый бокстар. Уходовый бокстарға түрлі маслар, әдемі кремдер жатады. Және де олар сол кремдерді жағып өзінің бетіндегі безеулерді немесе жараларды кетіреді. Тоғызыншы зат достар, ол бізде әмиян. Әмиян өте қарапайым зат болса да, барлық қыз бала бұны жақсы көреді. Олар сізге сыйлаған сіз сыйлаған әмиянды бұл онша емес сыйлық қой деп басқа біреуге беріп жібермейді. Олар қайта өздерінде көп әмиян болса да, олар сол әмиянды жақсы көріп өздерінің ақшаларын салады, не болмаса басқа заттарын салады. Егер де сіздер арнайы дүкендерге барып, бұның есімдерін жазсаңыздар, олар міндетті түрде қуанатынына сенімдімін. Немесе басқа бір дүкендерге барып, бір милый розы түстегі әмияндарды сыйлаңыздар, немесе кошеліктерді сыйлаңыздар. Deze достар, ол бізде 10-шы зат, бір-түрлі заттар, яғни сіздер бір коробка алыңыздар, және де оған түрлі әдемі милый носочкалар салыңыздар, түрлі немесе блокнот салыңыздар. Сосын көздеріне бүйтіп қойып қоятын бар ғой, соны қоссаңыздар болады. Сонымен қатар розы түсегі домашний тапочкаларды да салыңыздар, және де қыздар бұндай сыйлық алғандарына шынымен өте қатты қуанады. Достар, менің видеом аяқталды. Егер де сіздерге бұл 10 сыйлықтың біреуі де ұнаған болса, қыздарға бұл бір сыйлықты сыйлаңыздар. Мен сіздерге бүгін өзіме ұнайтын, яғни қыздарға ұнайтын, өзіме ұнайтын 10 сыйлықты айттым. Егер де видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Егер де сіздерге бұл видео пайдалы болса, сақтап алыңыздар, яғни сақтау деген маяқтағы добавить видео дегенді басыңыздар, және де сонымен сақтап алсаңыздар болады. Сіздермен болған мен Шұғыламеш, сау болыңыздар.